20 жыл бұрын біздің мұғалімдер айтып еді, мына шифрлау арқылы ақша жасауға болады деп. Сөйтіп бірін-бірі ығыстырып шығарып жатыр. Цифрланған дүние. Бүкіл дамыған елдердің жаңа ұлттық банктері бұған әрине өте қарсы. Сөйтіп олар бақылап отыр. Мына жерде бақылай алмайды. Ана қай көшеде мені полиция қызметкері ұстап, тоқтатып қамап тастайды екен деп қорқып жүріп, атом электростанциясын саламыз ба, бірнеше миллион ақша салып ұтылып қалуға болады. Ол жерде телевидение жоқ, антенна жоқ. Ол жердің бетін бүйтіп мүлдем жауып тастайды. Әлемнің кез келген точкасында біз адамға интернет береміз деп отыр. Нөлден төмен бірнеше өтірі бар, нөлге дейін құны түсіп кетті. 5 триллион долларды экономикасы. Салдарды көтере алмай қалған бір криптовалюта кеше құлдырымға кетті, жоқ болып кетті. Ассалаумалейкум. Бүгін өзіңізбен дидарласып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы бүгін өзіңізбен криптовалюта тақырыбында әңгіме қозғасақ, жалпы біз Қазақстан осы дүниенің басында тұрған секілдіміз. Сондықтан криптовалюта Қазақстан үшін қауіп пе, жоқ, мүмкіндік пе? Маман ретінде не айтасыз? Уалейкум ассалам. Рахмет шақырғандарыңызға. Бұны айтар едім. Әрине біз басында тұрмыз, бұл технологиялардың негізі дамып келе жатқанына 10 жылдан асты. 10 жылдан асты бұл әлемде бұл технология іске аса бастағанда. Бір қызығын айтайын. Менің мамандығым математик, механика математика факультетінде оқығанда Казгуда 20 жыл бұрын біз мұғалімдер айтқан бұл жайлы. Осындай криптовалюта болады деп та? Осыған сенесіз ба? 20 жыл бұрын біздің мұғалімдер айтып еді. Біз енді математиканың түр-түрін оқыдық қой. Соның ішінде жаңа криптография дегенді оқыдық, шифрлауды. Оны бүкіл әлемде пайдаланады ғой. Әскерде пайдаланады, шифрографияны, программалауда пайдаланады, басқа жерлерде пайдаланады. Сол кезде бір мұғаліміміз айтқан еді. Мына шифрлау арқылы ақша жасауға болады деп. Көрдіңіз ба? Ол кезде әрине сіздер сенбедіңіздер. Біз ол кезде сенбедік ғой. Оны біздің оқытушыларымыз бұны мүмкіндікті болжап отыр. 20 жыл бұрын. Ал енді 10 жылдан кейін соны іске асырып жатыр. Әлемнің жаңа ақш-та іске асырып жатыр, Оңтүстік Кореяда іске асырып жатыр, және Еуропада іске асырып жатыр. Көрдіңіздер ме? Бірақ флагман алда келе жатқан ақш. Көрдіңіз ба? Бұл жағынан, бұл технологияның. Сонда криптовалюта дегеніміз не? Шифрланған ақша. Қағаз ақша дегеніміз не? Қағаз ақша дегеніміз кәдімгі өте қымбат ақшаны, өте лицензиясы сода ғана бар бір типография, ішіне небір түрлі жаңа қорғаушы элементтерін салады да, мемлекеттің заказымен не істейді? Басып шығарады да, мынау Қазақстанның теңгесі, Ресейдің рублі, евро, доллар деп шығарып береді. Өте қымбат ақшаға қорғаныс элементтерін енгізеді. Сіз үйде отырып, оны шығарамайсыз. Солай ғой. Көрдіңіз ба? Қорғаныс элементтері бар. Ал мынау цифрланған заманда бұл не? Блокчейн жаңағы бірнеше біріккен компьютерлердің жүйесінде ақпаратты алды да шифрлады. Тура жаңағы ақшаның несін беріп отыр, қасиетін беріп отыр. Қандай қасиетін? Жаңағы қорғанған деген қасиет. Енді екіншісі ол ақшаның негізгі функциясы есеп айырысу. Сол есеп айырысуды жасап отыр. Сонда бұл есеп айырылысып, адамдар бір-бірімен товар алмаса алады, қызметіне ақша төлей алады, сөйтіп келе жатады. Сонда бұл цифрланған қазіргі революция, IT революция болғанда, біздің интернет заманда, цифрланған заманда, бұл ақшаның цифрланған аналогын жасап отыр. Сөйтіп бұл дүниеге келіп отыр. И бұны да жасап отырған әрине жекеменшік сектор. Өйткені бізде бүкіл цифрланған дүниенің бәрін жекеменшік сектор жасап отыр. Көрдіңіз ба? Біз интернетті әскери сектордан жекеменшік секторға алып келіп, интернетті революция жасаған жекеменшік сектор, білесіздер. Жаңағы поисковиктер, Google'дар, YouTube'дар, электронды почта, біздің мессенджерлердің түр-түрі, әлеуметтік желілердің түр-түрі, оның бәрін жекеменшік сектор жасап отыр. Олар цифрландырды да, бір жасалынған дүние, цифрланған дүние, аналогтық дүниені ығыстырып шығарып жатыр. Біздің цифрланған электронды пошталарымыз қағаз поштаны ығыстырып тастады. Цифрланған телевидение, YouTube, түрлі-түрлі мессенджерлер телевидениені ығыстырып шығарып жатыр. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп бірін-бірі ығыстырып шығарып жатыр. Цифрланған дүние. Өйткені ол жылдам, өйткені ол ыңғайлы. Оған интернет пен телефон болса болды.
Криптовалюта тура сол. Бізде ыңғайлы есеп айырысу банктың делдалдылығысыз банкпен қатынас жоқ. Интернетпен телефон болса болды, біз не істейміз? Бір-бірімізбен есеп айырысамыз. Сөйтіп ол дамып келе жатыр. Қазір дамудың бастауында тұр. Егер криптовалюта бізде ыңғайлы болса, шығын аз болса, неге үкімет осы саланы заңдастыруға асықпай отыр? Өйткені бұны DeFi дейді. Ағылшынша DeFi дейді, Decentralized Finance дейді. Орталықтандырылмаған қаржы. Өйткені бұл жерде ұлттық банктың, орталық банктың қатысы жоқ. Көрдіңіз ба? Ол дегеніңіз мемлекеттің ықпалынан шығып қалады. Бәрі жекеменшік. Жекеменшік компаниялар, олар мемлекеттен бөлек қаржыны ойлап шығарды. Және ол технологиялық жоғары, ыңғайлы, жылдам деп жатыр. Ана мемлекеттің ұлттық банкісіне не болып жатыр? Конкурент болып жатыр. Сондықтан қазір мысалы ақш-тың, Европаның, бүкіл дамыған елдердің жаңа ұлттық банктері бұған әрине өте қарсы. Өйткені олардың ұлттық валютасы бақылай алатын, санын шектеп отыра алатын, оларда санын, бізде ұлттық валютаның санын М1, М2, М3 деген коэффициенттер бар ұлттық банкте. Қанша ақшаны шығару керек? Олар соны не істеп отыр? Реттеп отыр. Қанша ақшаны шығару керек? Инфляцияны қалай реттеу керек? Қалай массаны азайту керек? Олар соны шешеді ғой. Жаңағы ақша кредиттік саясатында. Не істейді? Мына теңгені аударымнан шығарайық, 10 мың теңгелікті енгізейік, 20 мың теңгелікті енгізейік деген саясатты олар жасай алады. Сөйтіп олар бақылап отыр. Мына жерде бақылай алмайды. Бұны тіпті криптовалютаны ойлап шығарған компания адамдардың өзінің билігінен кетіп қалады. Олар шығарады, процесті жібереді, тоқтата алмайды. Көрдіңіздер ма? Іш нәрсені тоқтата алмайды, бұл жүре береді, адамдардың арасында жүріп кетеді. Көрдіңіздер ма? Мысалы қараңыз, бізде үлкен бір цифровизацияның бір түрі YouTube. YouTube'да әлемде қаншама логин пароль бар, миллиардтаған. YouTube'тың иелері жалпы саясатты зорлық, зомбылық жайлы видеоны салуға болмайды дегенмен не істейді? Кім қай жерден қандай видео салып жатқанын қадағаламайды ғой. Процесс кетіп қалды. Көрдіңіз ба? Мессенджер, WhatsApp, WeChat болсын, мессенджерде кім неге не салып жатқанын ешкім тоқтатамайды. Олар процессті жіберді, тоқтатамайды. Көрдіңіздер ма? А телевидениеда қалай? Бәрі цензурадан өтеді. Каналдың саясатынан өту керек, редактордың цензурасынан өту керек. Мынау бізге жарайды, мынау бізге жарамайды. Журналист өзі сүзбесінен жүргізіп әкеледі, редактор оны сүзбесінен өткізеді. Каналдың саясатына сәйкес келсе жібереді, болмаса жібермейді. Ал анада онда шектеу жоқ қой, YouTube мессенджерда. Мынада да тура солай. Процесті ойлап шығарғандар мысалы жіберді, оны ешкім тоқтата алмайды. Сондықтан ұлттық банктер оған қарсы. Ал енді Европаның дамыған елдердің, әсіресе ақш-тың саясаты қандай? Криптовалютаға қарсы. Олар бұл технологияны бергісі келмейді. Өйткені олар бұған тыйым салса, бұл технология басқа елге кетеді. Сондықтан технология жөнінен білесіздер, бүкіл қазіргі цифровизацияның технологиясында сандық технологияның бәрі ақш-та. Солардың Facebook'ын пайдаланамыз, Telegram олардікі емес, WhatsApp'ты пайдаланамыз, YouTube'ты пайдаланамыз. Технология соларда. Мынау кезекті мына технологияны олар жібергісі келмейді. Сондықтан олар қазір мәмілеге келіп жатыр. Бұны біз қалай қадағалай аламыз, қалай біз заң күйіне енгізе аламыз, бірақ біз бұны сыртқа жібермейміз, тыйым салса. Ал Қытайдың саясаты 1,5 миллиард халқы бар Қытай, тыйым салады да, бірақ өзінікін енгізеді. Қытайда Facebook жоқ, бірақ өздерінің Facebook'ы бар. Қытайда WhatsApp жоқ, WeChat бар. Қытайда Google жоқ, өзінің жаңағы іздейтін программасы бар. Ол технологияны көріп тұр, пайдаланайық дейді да, ана гигантты кіргізбейді да, 1,5 миллиард халқына өзінің аналогын шығарады. Бірақ өзінің аналогының негізі жаңағы технологияға пайдаланған. Сондықтан Қытайда қазір өте жылдам цифрлық юанды енгізіп жатыр. Уже олар тесттен өткізді, оны пайдалана бастады. Осы кеше ғана жаңалық болды, Ресейде осы криптовалютаның негізі майнингті заңдастырып, енді біз салық оған салып, яғни халық кәдімгідей онымен жұмыс істеп пайда табуға болады деп бастады. Бізде де қазір осы майнинг фирмалары көп қой. Олардың көбісі заңсыз жұмыс істеп жатыр. Оларды қалай қолдайсыз ба? Ол жаңағы
Жалпы кәсіпкерлік жаман емес. Майнинг әлемде басталып тренд. Биткоинді ұлттық валюта жасап жатқан мемлекеттер бар. Биткоиннің негізі блокчейн технологиясын басқа салаларда, смарт контракттарда пайдалану үрдіс алып келе жатыр. Бұл жаңа керемет дүние. Оны пайдалану керек, одан қалмау керек. Ал енді бізде мүмкін түсіндіру саясатының әлсіз болғанынан ба, әлде жаңа дүние болғысы негізі ондай олқылықтар ма, бізде жаңағы кешегі мына заңсыз майнингтердің жауып жатқанның бір себебіне қарап отырсаңыз, ол бір шетінен мысалы мен кәсіпкер ретінде ондайға қызық қараймын. Өйткені теңгемен миллиардтаған доллар инвестиция салып жаңағы майнингтің құрал жабдығын әкеліп жатыр. Доллармен ол бірнеше миллион доллар. Ол шетелдің өлшемімен қарағанның өзінде үлкен қаражат. Енді сондай қаражатты алып келген соң оны заңды түрде жұмыс істеуге болады ғой. Ол қылмыс емес қой. Олар сондай үлкен қаражатты жұмсап, қылмыстық жолмен майнинг жасап отыр. Ол қалай жаңағы заңсыз бір электр қуаттарына қосылып алады. Ананы жасырып ұстап, салықтан қашып, көрдіңіз ба? Оның аналығы ана бір қымбат машинені сатып алып, 100 миллион теңге тұратын машинені сатып алып, қымбат. Бірақ документсіз айдап, ана қай көшеде мені полиция қызметкері ұстап, тоқтатып қамап тастайды екен деп қорқып жүріп, сөйтіп жүріп. Заңдастырсында жасай берсін майнингтен. Біз электр қуатында сол заңсыз емес, заңды түрде болса, мемлекеттің жаңағы электр саясаты да өзгереді. Мысалы кешегідей атом электростанциясын саламыз ба, күн энергиясын пайдаланамыз ба, су энергиясын пайдаланамыз ба, және мына жақтан өсіп келе жатқан майнингтің сұранысы бар деген сияқты ашық түрде біз олардың жаңағы қажеттіліктерін өтейтін саясатты да дұрыс пайдаланамыз. Көрдіңіз ба? Сондықтан олар ашық жұмыс істесе, бұда тұрған ешқандай проблема жоқ. Бізде ашық жұмыс істейтін майнинг компаниялар бар. Өте көп. Қазақстан қазір 2-3 орында әлемде майнингтен. Ашық жұмыс істеп жатыр. Ашық жұмыс істесін, жасырмай қойсын. Жалпы осында криптовалютаға қатысты кәсіпкерлерден үкіметтің көзқарасын айтып жатырмыз ғой. Жалпы қарапайым тұрғынның көзімен қарасақ, мысалы мен криптовалютаны инвестиция ретінде пайдалана аламын ба, және ол үшін не істеуім керек? Сіз инвестиция ретінде пайдалана аласыз. Әлемдік жаңа крипто биржалар бар. Ірі крипто биржалар бар әлемде бір 5-10 болса мысалы. Содан тікелей логин пароль ашып, тіркеліп, міне осындай адам өз жерге өзіңіз документіңіз саласыз, олар тексеріп, мынау алаяқ емес, бұл бар адам деп сіздің өзің карточкаңызды соған байлап, адресіңізді көрсетіп, әлемде өзіңізден криптовалютаны алып, сатып, онымен жасай аласыз. Бірақ енді кез келген инвестиция саласы ол үлкен риск. Ал рискіні біз қабылдамауымыз ол біздің сол инвестиция саласында білімімізге байланысты. Кез келген инвестиция ол рискіні дұрыс анализ жасап, сосын барып біз оған бас сұғамыз. Ол рискіні қабылдағаннан кейін барып біз одан пайда табуға ынталанамыз. Көрдіңіз ба? Сол рискіні жақсылап зерттеп, әрине салуға болады. Ауыл шаруашылығында мысалы бізде ауыл шаруашылығының маманы болмасаң, жаңағы мал жағдайдың өсіп өнуін білмесең, оған барып бірнеше миллион ақша салып та ұтылып қалуға болады, дұрыс па? Оның маманы болу керек. Егін жаздың кезінде бәрі біледі, қауын қарбыз жегісі келеді, қияр, помидор, жаңағы нелерді ашығысы келеді, плантацияларды. Бірақ онда сырын білу керек. Құрылыс саласында да сырын білу керек. Жер қымбаттап жатыр ма, арзандап жатыр ма, мына жердің перспективасы бар ма? Мысалы біздің Алматы облысында қазір мысалы Қапшағайға ауысты. Ол жерде баяғы G4 деген қалалар бар. Сол жердің перспективасы қалай, анализі қалай, инфраструктурасы қалай, суы, светі жақында тартылған ба, тартыла ма, ген планда бұлардың жоспары қалай, мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінді ма, бөлініп жатыр ма? Соның бәрін анализ жасасаңыз, жан-жақсы зерттеу керек, сосын барып сіз оған ақша саласыз. Ой, мынау керемет екен, елдің бәрі айтып жатыр деп ақша салсаңыз ұтыласыз. Одан кейін барып не болады? Сіз дайындықсыз кіргеннен кейін айтады, ой мен бәленбай ақша жоғалттым, бұл болмайтын іс екен деп елдің бәріне айта бастайды. Мынау болмайтын іс екен деп. Ол болмайтын іс емес, ол дайындық. Мынандай бір сөз бар ғой, дайындық жеңістің жартысы дейді. Жақсы дайындық. Сонда жақсы дайындалықпен бұнда келсе, зерте біліп, орны қалмай бастаса, бұл да инвестицияның бір жақсы түрі деп ойлаймын. Жақсы.
әңгімеңіздің басында айтып кеттіңіз ғой, жаңа университетте оқып жүрген кезде ұстаздарымыз айтатын 20 жылдан кейін жаңағы мына шифрланған ақша пайда болады деп. Енді сіз маман ретінде алдағы 20 жылды қалай көріп отырсыз? Криптовалюта қандай деңгейге көтеріледі? Біздің өмірімізден қандай орын алуы мүмкін? Бізде қазақта айтады ғой, ең бастысы ниет дейді. Иә? Бұл криптовалютаны шығарып отқан компаниялар, жаңа командалардың документтерін оқысаңыз, оны white paper дейді, ақ қағаз. Сол ақ қағаз, сары қағаз дейді, yellow paper дейді. Сол жерде бұлар өзінің ниеттерін жазады, мақсаттарын жазады. Не үшін бұның бәрін жасап жатқанын. Сол жерде бұлардың ниеті жақсы. Өйткені бұлар банк жоқ жерлерде, банктың қызметі жоқ жерлерде, банктың бөлімшелері жоқ жерде, банкоматы жоқ жерлерде елдер бір-бірімен сауда саттығы тоқтамай, товар айналымы тоқтамау керек. Бұлардың ниеті сондай. Бұлар мысалы дамымаған елдердің, артта қалған елдердің, Африка елдерінде интернет болса болды, телефон болса болды, бір-бірімен есеп айырылысатындай мүмкіндігі болу керек деп отыр. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп бұлар не істеп отыр? Жаңағы мүмкіндік жоқ адамдардың мүмкіндігімен басқа адамдарды теңестіргісі келіп отыр. Көрдіңіздер ме? Ниеттері жақсы. Осы ниет жағынан қарасаңыздар, бұл жеңіп шығатын сияқты. Өйткені біз жаңағы ақпарат алмасуда, қазір мысалы нені қараңыз, тура сол YouTube, интернетің болса болды, өзіңнің қызықты деген видеоңды сала бересің. WhatsApp, TikTok, қызық деген видеоңды сала бересің, әлемге тарай береді. Интернет болса болды, көрдіңіз ба? Сөйтті да, ол қазір YouTube'тың өз жерде телевидение жоқ, антенна жоқ, басқа жоқ, интернет болса болды, сіз ақпаратты ала бересіз. Интернет болса болды, сіз Google'дан кез келген информацияны тауып аласыз. Көрдіңіз ба? Олар бәрі теңестіріп тастады. Сол себептен 7-8 миллиард халық, әлемнің халқының 2-3 миллиардында жаңағы әлеуметтік желіде бар. Достарын іздеп жүр, туыстарын іздеп жүр, басқаларын іздеп жүр. Көрдіңіз ба? Теңестіріп тастады. Ақпаратты алу және ақпаратты беру және ақпаратпен бөлісу теңестіріп тастады. Мынала криптовалютаны жасап жатқандардың негізі ниеті сол. Бізге банктың карточкасы, тағы басқа деген дүниенің керегі жоқ. Интернет болса болды, біз бәрін алмаса береміз дейді. Бұл жерде мынандай жақсы аналог бар. Қазір Илон Маскының Starlink деген компаниясы жайлы. Ол компаниясы Starlink'тің қалай бірнеше мың шағын спутниктерді жердің бетіне көтеріп шығарды. Естіген боларсыз. Бірнеше. Ол жердің бетін бітіп мүлдем жауып тастайды. Ана өрмекшінің торы ұқсап мүлдем жауып тастап жатыр. Енді жақында ол не дейді? Олардың ниеті қандай? Бізге жылдам қазіргі интернеттен кемінде 100 есе, ойлаңызшы, кабельдегі интернеттен кемінде 100 есе жоғарғы интернетпен әлемнің кез келген точкасында біз адамға интернет береміз деп отыр. Ол мүмкін бе? Ол үшін жұмыс істеп жатыр. Кеше Украинада болып жатқан соғыста Украина өзіне рұқсат сұрап алып, қазір сол интернетті пайдаланып жатыр. Ол жұмыс істеп жатыр. Бірақ оны жасап жатқан жалғыз Илон Маск емес, онымен бірге конкурент тағы 4-5 компания бар. Көрдіңіз ба? Бүкіл жер бетін тормен жауып тастады. Кемінде 100 есе жоғары интернет. Бірнеше мың шағын спутник. Сонда сіз қазіргідей интернет ұстамай қалды. Қаланың шетіне шыққанда, шөлде, таудың басында, шұңқырда, Антарктидада, Арктикада интернет ұстамай қалды деген әңгіме жоқ. Ұзақ жүктеліп жатыр деп отырмын. Ондайыңыз жоқ. Мына 5G-іңіздің жылдамдығынан жоғары. Сосын бірнеше жаңағы спутник тұрғандықтан біреу жұмыс істемесе, екіншісіне сигнал кетіп қалды, былай. Бірі дубляж жасап отырады, тоқтамайды. Көрдіңіз ба? Сонда оны шығарып жатқандардың ниеті қандай? Инженерлердің интернет тоқтамау керек. Көрдіңіз ба? Мына криптовалютада қалай? Есеп айырысу, ақша ауыстыру тоқтамау керек. Сол жағынан қарасаңыз, бұның перспективасы өте жақсы. Сол мынау 100 есе жылдам интернет Қазақстанға қай уақытта келуі мүмкін? Олар Қазақстанның телекоммуникация саласындағы саясатына байланысты. Аналарға конкурент боламаған кезде сіз оны тоқтатамайсыз. YouTube'қа біз конкурент боламаймыз ғой. YouTube'ты тоқтатамайсыз. Ол жұмыс істей береді. Қазір абонплатасын төлейсіз да, ол интернетке доступ бере береді. Өйткені олар жаңа Facebook'тың миллиардтаған подписчигі сияқты, оларға бүкіл жер бетіндегі халықты
4-5 компания бөліп алып отыра береді. Көрдіңіз ба? Абонплатаны төлейсіз 4000-5000. Жаңағы жүзі интернетті ала бересіз. Көрдіңіз ба? Бұл интернетті глобалды түрде жер бетін жауып тастаудың қазіргі шешімі болып жатыр. Олар қазір уже аяқтап жатыр, уже тестіліп жатыр. Ол Starlink жайлы білсеңіз. Сонда мына криптовалюта қалай келеді? Бұл да сол. Бұлардың ниеті не? Адамның арасына интернет болса, телефон болса, есеп айырысу тоқтамау керек. Бір қызығы бұл жерде 4-5 компания емес, 17 000 криптовалюта бар. 17 000. Олардың ірілері, бір 400-500 бір ірі компаниялардың сайтында жаңағы несі жүріп отырады, есебі жүріп отырады. Қалай болды. Енді әрине оның ішінде бәрі іріктеліп қалатыны бірнеше. Өйткені қазір Google, Яндекстің қалғаны бір өзде бір әлемдегі поисковиктер бірнеше ғана. Санаулы. Ашыққан кезде олар да көп болған. Мына интернет браузерлары да көп болған. Олар да іріктеліп бір-бірімен бірігіп, бірін-бірі сатып алып, бірін-бірі жаңағы конкуренциядан шығарып тастап, сөйтіп іріктеліп қалып келе жатыр. Көрдіңіз ба? Ана криптовалютаның бәрін әрине бүкіл ел пайдаланбайды. Біреусі небір түрлі мақсатта интернетті дамытатын криптовалюта бар. Бір криптовалютаны смарт контракттар жасау үшін жасалған. Бір криптовалюталар жаңағы бірнеше блокчейн технологияларын байланыстыруды дамытуға жасалған. Әркімнің мақсаты әртүрлі. Және ол мақсатты орындап жүрген командалардың компетенциясы, деңгейі, кәсібилігі әртүрлі. Соған байланысты ол өздерінің ойлап шығарған мақсат тапсырмаларын орындап жатыр. Көрдіңіз ба? Дегенмен 17 000 деген ол өте көп. Соның ішінде елдің құлағында жүрген біреу ғана биткоин. Биткоин ол локомотив басында шыққан криптовалюта. Ол шықты, жаңағы 21 миллион ғана болады деп кетті. Одан кейін одан да мықты екіншісі технологиялық дамыған эфириум деген шықты. Қалғандары осы эфириумның негізінде жасалып жатыр. Енді сол командасына, өзінің мақсатына, дамуына байланысты іріктеліп бірнешесі қалады деп ойлаймын. Сондықтан ол трендті де постоянно байқап отыру керек, не өзгеріп жатыр деп. Перспектива деп бір нәрсені салсаңыз, ол 1 жыл, 2 жылдан кейін ол іске аспай қалуы мүмкін. Оған бір жақсы мысал, осы жақында ғана стейблкоин дейді, бір Terra деген стейблкоин $80 нөлден төмен бірнеше өтірі бар нөлге дейін құны түсіп кетті. Осы жақында болған үлкен өзгерістерге байланысты. Өйткені қазір Америкада 2 жылдың ішінде пандемия кезінде $5 триллион ақшаны экономикаға салды. Теңгемен есептей алмайсыз сананы. $5 триллион экономикаға салды. Сол себепті экономиканы пандемиядан кейін көтереміз деп. Сөйтті де олар инфляциясын асқақтатып алды. Енді сол инфляцияны қайтадан бір шегіне тоқтау саламыз деп, қазір ақша саясатын қысып жатыр. Сол себепті одан бөлек жаңағы соғысыңыз бар, Ресей мен Украинаның арасында. Одан бөлек жаңағы әлемдік экономикада болып жатқан өзгерістер бар. Бірнеше факторлардан кейін қазір Америка өзінің саясатын, ақша саясатын қысып жатқандықтан, Америкада қазір акциялар қатты түсіп жатыр. Америкадағы IT гиганттардың Microsoft, Netflix, Tesla деген сияқты ірі компаниялардың акциялары қатты түсіп жатыр. Бұлар енді криптовалюталардың да бағамына әсер етіп жатыр. Осы салдарды көтере алмай қалған бір криптовалюта кеше құлдырымға кетті, жоқ болып кетті. Осы уақытқа дейін жап-жақсы болып келген 1000 есе құлап кетті. Көрдіңіз ба? Сондықтан небір түрлі кризистерден мықтылар ғана шығады ғой. Сондықтан жаңағы 17 000-ның ішінде әрине бәрі аман-есен жетпейді ғой, бүкіл ел пайдалануға. Жақсылар ғана қалады. Рахмет, қызықты әңгімеңізге рахмет, ісіңізге табыс тілеймін. Жалпы бәріміз сапалы, өркениетті дамыған Қазақстанда өмір сүрейік. Рахмет, сіздерге де рахмет, істеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.